Қыз әдейі аузына қарындаш тығып, өзін құсқысы келгендей қылып көрсетті. Сөйтіп өзін жайсыз сезініп тұрмын деген сылтаумен емтиханнан ерте шығып кетті. Ол жүгіріп дәретханаға барды да, телефонын төбеге тығып жасырды. Мұрат осы мүмкіндікті пайдаланып, емтиханын тез бітірді. Барлық жауаптарды жаттап алды. Қағазын тапсырып, сыртқа шыға сала, жасырылған телефонды алып, жауаптарды дереу жіберді. Сыртта оны күтіп тұрған достары хабарламаны алды да бірден басып шығарып алды. Осылайша бірінші кезеңнен еш қиындықсыз өтті. Бірақ бәрі ойлағандай болмады. Мұрат байқаусызда унитаз қақпағын сындырып алды. Мұны байқаған ұстаз бірден күдіктеніп, барлық оқушыларды тексеруге кірісті. Сыныптағы қысым арта түсті. Тексеру кезінде мұғалім Мұраттың шалбары су екенін көрді, күдік оған түсті. Оны тергеуге алып кеткен кезде қыз емтиханды тез аяқтап, қайтадан құсқым келіп тұр деген сылтаумен шықты. Дәретханаға барып телефонын алып, соңғы жауаптарды жазып алды. Дәл сол сәтте мұғалім есікті қағып, уақыты біткенін айтты. Қыз абыржып тұрса да, жауаптарды жіберіп үлгерді. Телефонын шұлығының ішіне тығып, әзер дегенде ұсталып қалудан құтылды. Кейін достары жауаптарды қарындаштарға ойып жазып, қалған оқушыларға бір-бірден беріп шықты. Барлығы емтиханды аяқтады. Бірақ нәтижелер шыққанда олар үлкен тосын сый күтпеген еді.